Сәлем достар баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында осындай керемет етті бәліш пісіретін боламыз. Бәліштеріңіз бір жасағаннан шығатын болады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып саламыз. Үстінен бір шай қасық тұзымызды, бір шай қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Жақсылап араластырып болған соң, бір стакан жылы суымызды құямыз. Тағы да қозғап аламыз. Бір келкі болғанша. Қаймағымызды саламыз. Жақсылап тағы да араластырып аламыз. Толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кеттім. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Барлық ұндарыңызды толықтай салып жібермеңіздер. Жартысын салып, қопсытқыш саласыздар. Жай осылай күрекшенің көмегімен немесе қолдарыңыздың көмегіменен илей берсеңіздер болады қамырымызды. Қамырымыз қоюланды. Енді қолдың көмегіменен басып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырларымыз жұмсақтау қамыр болып шығады. Дайын болған қамырымыздың үстінен сұйық май құйып, қолымызға жабыспау үшін 2-3 рет басып, әдемі үйеу қану үшін 5-10 минутқа шетке қалдырып қоямыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді салмасына кірісетін боламыз. Ол үшін бізге тартылған ет немесе майдалап туралған ет жарай береді. Үстінен майдалап пиязымызды турап саламыз. Картоптарымызды турап саламыз. Қаласаңыздар сәбіз, капуста немесе асқабақ қосып жасай берсеңіздер де болады. Картопымызды міне турап алдық. Енді тәтті бұрышымызды саламыз, майдалап турап. Татымына қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Және аздап мен бір ас қасықтай сұйық май қойдым. Фарштарыңыз майлы болса, сұйық май құюдың қажеті жоқ. Осылай барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Дайын болды салмамыз. Енді қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Дайын қамырымызды пакеттен шығарып, бір бөлігін кішкене бөлікке бөліп, екінші бөлігін табаға немесе осылай формаға жаятын қылып үлкендеу қылып кесіп аламыз. Оқтаудың көмегімен немесе қолдарыңызбен үлкейтсеңіздер де болады. Қамырымыз жабысқақтау, өте жұмсақтау. Ешқандай ұн қоспайсыздар. Кішкене сұйық май қосып, жайып жіберсеңіздер де болады. Қамырларымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды пергамент қағазына қойып қойдым. Тағы да аздап үлкейтіп алдым. Енді үстіне салмамызды салып шығамыз. Және барлық жеріне жететіндей етіп, толықтай жайып аламыз. Енді бәлішіміздің бетін жабатын қамырымызды екінші бөлігін жайып аламыз. Формамызға лайықты етіп жайып аламыз. Қатты жұқа, қатты қалың болудың қажеті жоқ. Және мен әсемдік үшін осылай шеттерін, орталарын кесіп шықтым. Бәлішіміздің бетін осылай қамырмен жапсырып, шетінің барлығын қайырып, қатты қысып, түйіп шығасыздар. Әйтпесе ашылып кетуі мүмкін. Бетіне жұмыртқаның сарысын жақтым. Міне осымен дайын болды. Үстіне күнжіт сеуіп қойдым, қара күнжіт. Дайын болған бәлішімізді қызып тұрған пеште 200 градуста жарты сағат 35 минут пісіріп аламыз.
бәліштеріміз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте дәмді болып шықты. Видеомды соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сау болыңыздар.